Бүйрек денсаулығының маңызы. Бүйрек дененің артқы жағындағы қабырғадан оңға қарай, омыртқа жотасының бір жағында табуға болатын бұршақ тәрізді мүшелердің жұбы. Олар несеп жүйесіндегі өмірлік маңызы бар мүшелер болып табылады және бүйрек негізінен қалдық өнімдерді, қоспаларды және артық суды жою үшін қанды сүзу үшін жауап береді. Бұл қалдықтар өнімдері бүйректі, ал кейіннен организмді несеп ретінде қалдырады. Бұл зиянды болуы мүмкін. Кез келген токсиндерді жоюға көмектеседі және суды, тұздар мен минералдарды организмде басқарылатын деңгейде сақтайды. Бүйрек гормондар да шығарады. Бұл гормондар артериялық қысымды реттеу, эритроциттерді өндіру, дені сау сүйектер үшін дәруменнің белсендіруі сияқты организмнің маңызды функцияларын бақылайды. Адам бүйрек денсаулығы нашарлаған жағдайда өте нашарлауы мүмкін. Олардың жұмысын тоқтататын бүйректің зақымдануы, сондай-ақ олар бүйрек ауруы ретінде де белгілі. Бүйрек ауруы дегеніміз не? Бүйрек ауруы симптомдар көрсетпейтін жеңіл ауытқулардан бастап күнделікті өмірге елеулі әсер ететін, өмірге қауіп төндіретін жағдайларға дейінгі бүйрек бұзылыстарының барлық деңгейін жабу үшін қолданылатын термин. Бүйректің созылмалы ауруы бүйрек ауруларының ең көп тараған түрі, әсіресе егде жастағы адамдарда. Бұл бүйрек функциясы уақыт өте келе біртіндеп төмендеуі мүмкін дегенді білдіретін ұзақ мерзімді жағдай. Бүйрек ауруларының анағұрлым жетілдірілген сатыларына байланысты бүйрек ауруларының белгілеріне мыналар жатады. Шаршау және жалпы энергия деңгейінің төмендігі. Аяқтың, тобықтың немесе қолдың ісініп кетуі және көздің айналасындағы мамықтығы. Бұлшық еттердің қысыңқылауы, әсіресе аяқтарында. Жүрек айну, ауру немесе құсу сезімі. Тыныс алудың қысқалығы немесе тыныс алудың қиындауы. Тәбеттің болмауы немесе салмақ жоғалту. Ерекше қышыма болып келетін құрғақ, қабыл тері. Несептің қанша өтетіні туралы байқалатын өзгерістер, мысалы, түнде лоттар. Зәрдегі қан. Бүйрек ауруына шалдыққан кейбір адамдар әр түрлі уақытта осы симптомдардың көбін немесе барлығын бастан кешіріп отырады, ал кейбіреулері мүлдем бастан кешіріп жатқан жоқ. Бұл симптомдардың көбі емдеу кезінде жақсара алады. Бүйрек ауруларының себептері. Көптеген түрлі факторлар бүйрекке қатысты проблемалар тудыруы мүмкін. Ол көбінесе бүйректің созылмалы ауруына келетін әр түрлі проблемалардың үйлесімі болып табылады. Бүйректің кейбір жағдайлары отбасыларда жүреді. Бүйрек ауруларын емдеу нұсқалары. Бүйрек ауруларының негізгі себебі әрқашанда болады. Қант диабеті мен жоғары артериялық қысым бүкіл әлемде негізгі екі себеп болып табылады. Сондықтан артериялық қысымды, қандағы қант пен холестерин деңгейін басқару әдетте бүйрек ауруларын емдеу нұсқаларының көпшілігінің басты назарында болады. Бүйрек ауруларын табиғи емдеу. Егер бүйрек ауруы салқын болса және ерте анықталса, бүйректі табиғи жолмен қорғауға болады. Несеп жолдарының жиі инфекциялары бүйрек аурулары үшін қауіп факторы болып табылады, өйткені олар бүйрекке зиян келтіретін инфекция тудыруы мүмкін. Бүйрек дәрі-дәрмектерін толықтырып, бүйректің жалпы денсаулығына ықпал ету үшін көптеген табиғи емдеу әдістері немесе баламалы құралдар қолданылуы мүмкін. Бүйрек ауруларын табиғи емдеу симптомдарды азайтуға, өтеден аулақ болуға және бүйрек қызметін жақсартуға көмектеседі. Табиғи өнімдердің кең ассортименті бар және бүйректің сау қызметін қолдауға және өмір сүру сапасын жақсартуға арналған қосымшалар болуға арналған. Бұл өнімдердің көбінде дәстүрлі түрде бүйректің табиғи қорғанысын ұсынып, дұрыс тамақтанумен және өмір салтымен қатар бүйрек денсаулығын қолдау деп саналатын шөп және ботаникалық ингредиенттер бар. Егер осы ақпаратымыз ұнаса, арнаға жазылып достарыңызбен бөлісіңіз. Сіздермен әлем арнасы.